30 минутта дайын болатын колбасаның рецептімен бөлісетін боламын. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Тауықтың төсесін алып, майдалап, 4 бұрыштап турайтын боламыз. Видеодағыдай қылып. Блендеріміздің үстіне тауық етін салатын боламыз. Тұз, паприка, крахмал, тауық етіне арналған пипрамамызды да салатын боламыз. Азазын салдым. Өйткені мен 2 бөліп істейтін болдым. Блендерім кішкентай болған соң. Үстіне бөлме температурасындағы суды қостым. Оны да 2 бөлдім. Блендерімізбен араластырып алдық. Жақсылап бір масса болғанша. Ал екіншісін қалғандарын салдым. Тауық етіне арналған пипрамамды да, тұзымды, паприкамды да бәрін қосып араластырып алатын боламыз. Үстіне су қосып жібереміз. Сонымен блендерімізбен араластырамыз. Барлығын салып, отиді араластырып, қасықтың көмегімен. Пищевой пакетімізді жайып, пищевой пакеттің үстіне паприкамызды сеуетін боламыз. Дайындап қойған тауық етімізді үстіне салатын боламыз. Мен 3 бөліп салдым. Пищевой пакетімізді бір шетінен домалатып, ортаға домалақ пішінде, колбаса күшінде келтіріп алатын боламыз. Шет жағын байлайтын жер қалдыратын боламыз. Осылай қылып, колбаса пішінде қысып, домалатып аламыз. Шетін байлайтын қып қалдыратын боламыз. Әптен айналдыратын боламыз. Менде дәл осындай болып, 3 шықты. Сіздер жылтыр фольганы қолданыңыздар. Мен осындай фольга деп ойласам, ондай фольга болып шықпады менікі. Осылай қылып, 2 жағын байлап, мандваркімізді астындағы суын қайнататын боламыз. Қайнаған екен 30 минутқа салып, пісіріп аламыз буда. Алып, суыған кезде осылай турап, таңғы асқа берсеңіздер болады. Ауызашарға да дайындап берсеңіздер де болады. Халал өнім. Өзіңіз оңай 30 минутта жасап шығасыз. Ас болсын. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Рахмет.